Құлагер поэмасы Ілияс Жансүгіровтің ақан серіге арнаған туындысы. Бұл шығармада ақанның өмірі мен өнері, оның әйгілі құлагер атты тұлпарының тағдыры терең бейнеленген. Ақан сері қазақтың ұлы ақыны, әнші әрі композитор. Оның шығармашылығы халықтың жүрегінде мәңгілік орын алады. Поэмада ақан мен құлагердің арасындағы ерекше байланыс адалдық пен достықтың символы ретінде көрсетіледі. Жансүгіровтің шебер тілі мен терең философиясы арқылы біз ақанның жан дүниесінде оның арман мақсаттарына үңілеміз. Құлагер тек поэма емес, ол қазақ мәдениетінің алтын қазынасы. Ең алдымен поэмада ақанға кең көлемдегі мінездеме беріледі. Ұнамды тұлғасы анықтала бастайды. Ақан мен Батыраш айқасының нәтижесі поэма соңында аян болады. Зұлым Батыраш өзінің жендетін жұмсап, бәйгеден озып келе жатқан ақанның құлагерін өлтіреді де өз дегеніне жетеді. Осы шығарманы оқуға кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет.